Қанша қазір туризм ашамын дейсіз. Мен осы қазір 4-5 жылдың көлемінде болып, Амангелді ауданында тұрамын. Сонда әлемде жоқ свастика бар. Соған үлкен туризм болады, керемет шетелден келеді. Осы ойбай қырыламыз, жойыламыз, масқара боламыз деп соны ашып бастағанбыз. Осыны мен естігем, осылай тұрғанда осы облыстың әкімі айтты, білім саласындағы азаматтар айтты, осы керемет болды. Соған бір турист келген көрген жоқпын. Сіз туризм саласын ашамын дейсіз. Бұл да бір дұрыс шығар, сіздің саясатыңыз шығар. Қазір бізге не керек? Мен егіндегі мал ұстағаннан кейін қазір бізге тракторист деген маман жетіспейді, механизатор жетіспейді. Инженер, мысалы мына жақсы инженер, бірақ бұл кісіге жұмыс жоқ. Қазір біздің анау Кетістағы қазандықты игеретін мамандық жоқ. Қазір пенсиядан шыққан бұрынғы милициялар дипломы бар, қолында ол саланы білмесе де сол маңда жүр. Өйткені оған диплом болу міндетті. Біз осы салаға да көңіл бөлуіміз керек шығар. Біздің қателігіміз, сіздің сөзіңізді түсіндім. Сіз рекордыңыз балалардың общежитиясы, балалардың несімен, бірақ саннан сапа шығатында мүмкін шығар. Егер сіз келіп, мен Гарвардқа жіберген, жаңа шетелге болашақпен жіберген студенттерім осында жаңалық ашып жатса, мен қуанар едім. Бірақ бізде әзірге 30 жылдық жүріп өткен тарихымызда болашаққа жіберіп, бір керемет Қазақстанға жаңалық әкелген азамат естіген жоқпын. Біздің естіп көретініміз Бешімбаев, кешегі Шерзаттың соты,